Иә, Әділбек екі иығынан ентіге демалып тұр екен. Жоғары қабатқа жүгіріп шыққаннан сау өзі. Сәлем Гүлшат, сыртта машина күтіп тұр, тез шық, деді де, бұның жауабын күтпестен дереу төмен қарай асығыс түсіп кетті. Түкке түсінсе бұйырмасын. Гүлшат та іле шала сыртқа шықты. Тап күні кеше ол амандық жоқ, саулық жоқ, шықташықтың астына алып бұйыра сөйлесе, өйтіп ізіне ермек түгілі есігінен қаратпай қуып жіберер еді. Амал жоқ, уақытша болса да күйеуге шығатын біреу керек. Не істеймін деп басы қатып отырғанда Құдай айдап өзі келді. Енді оны қайдан кеудесінен итере қойсын. Әділбек шақыруын шақырғанымен бұны артынан келер деп мүлде күтпесе керек. Сәл абдырап қалды. Ау, күтіп тұрған машинаң қайда? Қайда барамыз? Жігіт күмілжүй төмен қарап, шекесін қасып, сәл қипақтап тұрды да, лезде бойын жинап, шынын айтты. Қайдағы машина? Қайтер екен деп саған жай айта салғам. Осы жолада қырсығып, сыртқа шықпайтын шығар десем. Ту, не деген қызық жігітсің өзің? Көзге шыққан сүйелдей боп, енді осы жерде тұра береміз бе? Деді бұл кекесінмен. Онда анау қалың бақтың ішінде ел көзінен таса бір кафе бар, соған барайық. Мейлі. Сауылдаған сарала, қызылала жапырақтарды кешіп, екеуі тал түсте бағышымен үн-түнсіз жүріп келеді. Жазға бергісіз мизам шуақ, løп еткен жел жоқ, аспанда шайдай ашық. Дегенмен ауадан дымқыл күздің иісі аңқиды. Бұрынғы киноларда жігіт пен қыз түн қараңғысында, айласпан аясында қол ұстасып қыдырушы еді. Шаңқай тал түсте біздікі қызық болды, деп Гүлшат мырс ете күлді. Неге біз жұрттың сценарийі бойынша өмір сүруіміз керек, деді жігіт таңғала. Ал мен жұрттың сөзіне бола сценарий құрып, сенімен сөйлесуге шыққанымды білмейсің ғой, деп ойлады қыз. Түрі тым жүдеу екен, жағына пышақ жаны қандай, киімі де жұпыны сияқты ма қалай. Гүлшат оған басынан аяғына дейін байыппен асықпай қарады. Тұңғыш рет бүгін көріп тұрғандай. Негізі саған осылай киінген жақсы жарасады екен, жас қыздар сияқты көрінесің, деді Әділбек сүйсіне. Үнемі классикалық стильдегі түсі ауыр киімдер киіп, білектей бұрымын тастай ғып төбесіне түйіп, қашанда хан қызындай қақиып жүретін Гүлшат бұл жолы ұзын шашын желкесіне бір буасап, үйде киетін жеңіл спорттық киіммен шыға салған. Жас сияқты көрінетіндерді қайтесің, жап-жас қыздар маңайында толып жүрген жоқ па, деп Гүлшат көңіліне келген сөзді тежемей лақ еткізіп айта салды. Қарап тұрмай тілінен қағынған өзінен көрсін. Иә, жас қыздар толып жүргені рас, жолап кетсең бірден, ағай, пәтеріңіз бар ма, машинаңыз бар ма, айлығыңыз қанша, деп жаныңды алатын жас қыздар аз емес әрине, деді ол байыпты үнмен. Тіпті ауылда тұратын әкеме де бір жап-жас қыз тиіп алды, шешеміз қайтыс болған бетте. Егде тартқан жасына да, оншақты баласы барына да қарамай. Өгей шешеміз менен 2 жас қана үлкен, туған ағаммен түйедей құрдас. Бала кезден тұрмыс таршылығын көп көрген біреу шығар сірә. Екеуінің арасында бір жылы сезім болғасын, бас қосты деп өзімде ойламаймын. Бақ ішіндегі жап-жасыл алаңқайда адамдар футбол ойнап жүр екен. Оларға шуылдай қарап тұрған жанкүйерлер қарамы да әжептәуір. Бір доп қашады, 20 шақты ақмақ қуады. Оларға 30-40 ақмақ шуылдап қарап тұрады. Осыған жұрттың неге қызығатындарын түсінбеймін, деді Әділбек ойыншыларға сыртынан көз сап. Неге? Миллионер болып кеткен футболшылар бар ғой әлемде. Ақыл ой сайыстыратын шахмат болмаса, дөрекі спорт түрлерін спорт деп мойындамаймын. Түптің түбінде күш жұмсап, біреудің мұрнын сындыратын бокс сияқтының бәрі қалуға тиіс. Өткен ғасырларда Европада болған дуэльдер сияқты. Гүлшат оның ешкімге ұқсамайтын тың пікірлерін әлі де ести түскісі кеп әңгімеге тамызық тастады. Штанга көтеріп жүрген чемпион қыздар ше. Ол енді әйел затының табиғатына мүлде келмейтін кереғар нәрсе ғой, деді Әділбек қызбалана. Сосын жақсы әйелдің бойында ерге тән қайрат, жігер, қызға тән иба мен нәзіктік болу керек. Бұл пікірді өзім ойлап тапқан жоқпын. Ескіден қалған есті сөз ғой, дегенді қосты. Бұлар бас сұққан кафенің тұтас бір қабырғасы айнадай жарқыраған үлкен терезе екен. Содан сол маңай тегіс көрінеді. Екеуі қалықтай жерге қонып жатқан сары қызыл жапырақтарға сырттай қарап отырып, үнсіз тамақ ішті.
Кешкісін бұл жер азан-қазан, у-шу музыка, темекінің көк түтіні болатын шығар. Күндіз тып-тыныш екен, жанға жайлы тыныштық. Бұл жерде уақыттың өзі тоқтар-тоқтамас боп, жүрісін баяулатқандай тіпті. Экраннан дыбыссыз кино қарап отырған адамдар сияқтымыз, деді Гүлшат. Жылдың осы мезгілі өзіме ерекше ұнайды. Саған ше? Әділбек қызды тосын әңгімеге тартпақ болды. Иә, күз адамды еріксіз ойлантады. Осы жасқа келгенше неғып жүрмін, өмірде не тындырдым деп ойлайсың. Анамыз қайтыс болғасын, қарындастарым жан-жаққа тұрмыс құрып кетті. Әлі күнге ешкім солардың бірде-біреуінің артынан іздеп барған жоқ. Әлі бірде-біреуінің төсек орны берілген жоқ. Әкеміздің өз қызығы өзінде. Менің жүрісім мынау. Сен өзің неге бармайсың? Құр қалай барамын? Қарындастарымның бетіне шіркеу болып, сүрбойдақ ағасы екі қолын қалтасына салып, сопа басы жетіп келді демей ме жұрт? Бауырларына ұят келмеуін ойлаған тура мен сияқты, деп түйді Гүлшат. Тым тәуір айлық аламын, алайда соның түк берекесі жоқ. Сірә баяғы заманда сүйектері қурап қалған данашалдар бас екеу болмай, мал екеу болмайтынын мен сияқтыларға бекерден бекер ескертпеген болар. Ал ағаң неге бармайды? Оған өкпе жоқ, бала шағасы жас. Студент кезімде аузынан жырып, тапқан таянғанын маған салып тұратын. Сен қатарыңнан қалмай киініп жүр, қарның аш қалмасын деп. Өзі де мектепте жақсы оққан, бірақ мен алаңсыз оқысын деп жастай қара жұмысқа жегілді. Ағамның сол жақсылығын қалай, қашан қайтарамын деп те уайымдаймын. Гүлшат Әділбек пен екеуінің арасынан іштей біраз ұқсастық тапқандай болды. Бәріне қабырғасы қайысып, бойына ас сіңбей жүр екен ғой. Қайтсын-ай, жүдеу жігіттің жүрегінде жатқан үлкен мұңды жан жүрегімен сезінген ол, бір сәт осынау жалған дүниеде өзінің содан жақын ешкімі жоқтай сезінді. Бірақ сырын сыртқа шығаруға қымсынды. Біздің Күнтай, шешемді айтамын, әкесіз бала шала жетім, анасыз бала таза жетім дегенді кейде айтып қалатын, деді Гүлшат үнсіздікті бұзып. Ол өзі жастай жесір қалса да, бар баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Әлі күнге жарғақ құлағы жастыққа тимей шапқылап жүр. Қайтсем ұлдарды аяқтандырамын деп. Өйткені ол кісі кеме ғой, және анау-мынау емес, нағыз мұзжарғыш кеме, деді Әділбек. Гүлшат әуелі оның не айтқысы келгенін ұқпай да қалды. Апаң өлсе, жездең басқа ел алады, әкең де солай. Ал ана, қанша баласы болса да, бәрін шашау шығармай, соққан алапат дауылға да, төпеп тұрған жауынға да қарамай, мейуасы мол, шөбі шүйгін, шуақты арал іздеп, алға тартып кететін кемемейне. Гүлшат өзі де, әке жезде, шеше кеме дегенді бала кезден естіп өсті ғой. Дегенмен ақыл тоқтатқан жігіттің албырт бала құсап, таныс мақалды сонша тәптіштей түсіндірген түріне қызға қарап қалды да, «Иә, рас айтасың» деп еріксіз басын изеді. Екеуі сапсары сағыныш тұнған сарала бақтың ішін үнсіз аралап, қас қарайғанша жүрді. Тек әйтеуір жатақхананың тұсына келген кезде, «Гүлшат, бүгін сені бар шаруаңнан қалдырған шығармын, асығыс жұмыстарың жоқ беді?» деп Әділбек оның бетіне сынай қарады. «Інімнің киімдерін үтіктеуім керек еді, ертең сабақ қой. Бәрін неге өз мойныңа ала бересің? Жігіт емес пе, үтіктеп үйренсін, ертең сен кеткенде не істейді? Мен қайда кетеді екем? Қанша уақыттан бері мен неге сенің ізіңде жүр деп ойлайсың? Сонда не, аңдыған жау алмай қоймайды демексің бе? Жауың не? Мен өмір бойы жау емес, жанымды қар дос іздеп жүргем. Менің іздегенім ерге ер, серге серік болуға жарайтын сен сияқты жан. Жас қыз алғаның дұрыс қой, кейін өкініп жүрмес үшін. Сол жас қыздардан сенің жолың да жөнің де бөлек. Айналып та үйіріліп, қайта-қайта неге саған келе береді дейсің? Деп Әділбек Гүлшаттың қолынан аялай ұстап алақанына салды. Жігіттің мысы басты ма, Гүлшат не дерін білмей, көзін төмен салып үнсіз тұрып қалды. Тұла бойынан жып-жылы бір сәуле жүгіріп өткендей болды. Тіпті не боп, не қойғанын түсінер халде емес еді. Қанша жыл ширығып, ширап, өзінің заты нәзік қыз екенін ұмытып, нар көтерер ауыр жүкті арқасына салып ап,
Тағдырдың асу белдерінен жалғыз асып келе жатқан ол жігіттің мойнынан тарс құшақтай алып, көз жасына ерік беріп, еңіз тегіз егілгісі келді. Бірақ жылдар бойғы қалыптасқан әдетімен сырын сыртқа шығармай, өзін өзі ұстап қалды. Бүгін менің саған ең соңғы келуім еді. Қашанғы сандалып соңыңнан жүре беремін. Не де болса айтарымды жасырмай айтып, бір жағына шығайын деп ойлағам, деп Әділбек қоштасар сәтте таңғала бас шайқады. Гүлшат жатақханадағы жалғыз бөлмесі жарты патшалығына кірер кірместен, ал Күнеке тойға дайындала бер деп телефон тұтқасына жабысты. Гүлшат өзін алда абыр-сабыр қызу тірлік күтіп тұрғанын, келін боп түсе сала, өзінен бұрын күйеуге тиіп кеткен қайын сіңлілерінің көрпе төсегін дайындауға білек сыбанып кірісетінін, сосын Әділбек екеуі төркінін сағынған сол мұңлықтардың артынан іздеп барып, бұрын көрмеген құда жекжаттардың құрметіне бөленетіндіктерін, көп ұзамай Қошқардай қосыл тауып, кең пәтерлі болып, сол құтты шаңырақтарының іші күлкі мен шаттыққа толарын, төрінен өмірі қонақ арылмасын, жалғыз қайнағасының бар баласын оқытып, ол ма жастай жесір қалған өгей енесінен тараған күллі ұл қызды аяқтандыратындарын қайдан білсін. Авторы Заря Жұманова.